Дәке, былай ғой. Сен енді былай айтып отырсың да, біреу айдап салып отыр деп. Бауырым, мен сен тыңда. Дәке, сен де қазақтың бір баласысың. Иә. Мынау біздің ата заңымыз бар ғой, конституциямыз бар, дұрыс па? Заң ол бәрімізге тең болады, дұрыс па? Бәрімізге тең. Ал. Біз сол заң арқылы біз тірлік істеуіміз керек. Сол заң арқылы біз өмір сүруіміз керек осы елімізде. Енді қара, сол заңымыздың 3-ші бабында биліктің бірден бір бастау қайнар көзі қожайыны халық деп тұр. Ол жерде Тоқаев, министр, болмаса әкім, полицей, прокурор деп тұрған жоқ, бауырым. Заңмен айтып отырмыз. Біз халық, біз арқылы сайлау болып, президентте сайланып жатыр, депутатта сайланып жатыр, әкімдер сайланып жатыр. Біз халық арқылы. Енді біз соларға әр қайсымыз налог төлеп, соларға ақша беріп отырмыз. Халық біз беріп отырмыз. Біздің берген ақшаға солар семьясыны, бала шағасын бағып отыр. Заңда міне солай. Және ата заңымыздың 33-ші бабында Қазақстанның азаматтары, мейлі ол трактор айдап жүрсін, мейлі ол қой бағып жүрсін, маңызды емес. Өзін әкімдікке, депутаттыққа, президентке ұсынуға хақысы бар. Және ол азаматтар, Қазақстан азаматтары билікке араласуға тікелей құқықтары бар деп тұр. Заңда солай деп тұр. Көріп отырсыз ба? Біз заң арқылы ғана сөйлеп отырмыз. Неге осы заңдарымыз жұмыс істемейді деп шырылдап отырған азаматтарымыз елімізде? Елде отырмыз біз. Сыртта емеспіз біз. Ешқайсымыз қарсы шықпаймыз деп отырмыз. Я мейлі ғой. 30 жылдан бері, міне 35 жыл болып отыр. 35 жылдан бері қайда жүрдіңіздер, соның бәрін істемей, мысалға. Дәке, 35 жылдан бері не істеп жүрдіңіздер, мақұл? Осы істемей, басқармай, неғып жүрдіңіздер? Дәке, мен өз басым 19 жылдан келе жатырмын. Дулат марқұм бүткіл бәріміз бірігіп, осы белсенді болып, осы ұлт мәселесі бойынша біз шындығымызды айтып, жанайқайымызды жеткізгенбіз. Қудаландық, қамалдық, қаншама жаңағы нелерді экстремист деп 405 статьяны іліп алдық, 380-ді іліп алдық. Қаншама белсенділер мінекей. Шықтық, ешкімді боқтаған жоқпыз. Біз талап еттік бар болған, өз ойымызды айттық. Ал біздің талап етуіміз билікке, ол біздің конституциялық құқығымыз. Біздің ата заңымыз 1-ші бабында сөз бостандығы бар, цензураға жол жоқ деп тұр. Ойларыңды айтыңдар деп тұр. Алаңға шығыңдар деп 32-ші бапты беріп отыр. Айтыңдар деп отыр, шығыңдар. Жалғыздық бекетке шығыңдар деп отыр. Рұқсат беріп қойған. Аб соны бүткіл аузы басымызды жауып тұншықтырып отыр, сол заңды таптап отыр биліктегілер. Ашуланып отырғанымыз сол, бауырым. Мейлі ғой, ашулансаңдар, осы Қазақстан егемендік алғалы бері қайда жүрсіңдер, мысалға, осы 35 жылдан бері қайда жүрсіңдер? Енді бастарын Дәке, қараңыз, өте керемет сұрақ қойдыңыз. Әлбетте, өте керемет айттыңыз осыны. Осыны тура сіз секілді азаматтардың бәрі қойса екен ғой, шіркін-ай десеңші, көтеріліп өсіп, қорықпай көтеріліп, халық арасында бірімізді дұрыс түсінуші едік те. Енді қана, осы 35 жыл деп айтыпсыз, енді 35 жылдың ішінде осының бәрі болып жатқаны кім кінәлі сонда? Сонда осы отырған біз кінәлі дейсіз бе сонда? Дәке, сонда біз кінәлі ме? Осының бәрі істетпей отырған, или істемей жатқанда біз кінәліміз бе? Ойлаңызшы, Дәке, сонда. Біз не істей аламыз? Ойлағанда мейлі. Естілмей қалдыңыз, Дәке. Жылдан бері қайда? 24-тен бері қарап, әшейін шығып атсыңдар. 2 жыл болды ма, болды? Дәке. Қай кезде бар? Дәке, жасың нешеде? Жасың нешеде, Дәке? Жасым 35 жыл бұрын сен онда болған екенсің 35 жыл бұрын. Мен 5-те болғанмын. Мен 35-темін, 39-40-қа келген жоқпын әлі, Дәке. Мен бала болдым. Мен оң қолыммен соң қолымды таныған жоқпын. Баладан кейін ана болдым. Ана болғаннан кейін, әскерге баламды жіберетін болғаннан кейін оянып жатырмын. Әскердегі балалардың табыты не үшін келеді? Біз баланы отан қорғау үшін жібереміз ғой. Неге олар ол жаққа барып көтін қорғау үшін күресіп өліп жатыр деген жас ананың жанайқайы енді шығып жатыр. Себебі мен бұрын үкіметке сендім. Әскер деген ол отан қорғайтын жер, отан қорғауға дайындалатын жер. Мен баламды міндетті түрде отаншыл қылып тәрбиелеуім керек деп бала тудым. Енді ояндым. Сендер қайда болдыңдар 10 жыл бұрын? Менің алдымдағы көшбасшылар, аға буындылар, орта. 10 жыл бұрын? Бұрыннан әскерде жатқан екен. Бұрыннан әскерде балалар зорланып жатыр екен. Мейлі ғой,
қайда болдыңдар мақұл соның бәрін істейтін кезде не істедің? Қайда болдың? Өзің қайда болдың? Өзің үшін жауап берші. Мен Қазақстанда болдым. Мен өз Не істедің тірлігіммен Қазақстанда? өзім- Не істедің өзің? Айтшы. Бір айттың ба билікке қарсы бірдеңке? Мен өз тірлігімді істедім. Жоқ, Мен сіз өзім- кімсіз? Бізден сұрақ келіп тұрсыз да, сұрап тұрсыз. Сіз кімсіз? Өзіңіз үшін жауап бере аласыз ба мұнда? Жоқ, 35 жылдан бері неғып Сіз қожамаған неғып жүрдіңіз? Сіз де Қазақстан азаматы ретінде не істей алдыңыз? Айтыңызшы. Осы Мен билікке жұмысымды қарсы бірдеңке істедім. айттыңыз ба? Не істей алдыңыз? Жұмысымды Или биліктің талқылағанда емшегін еміп жүрген біреусіз ғой, 5 тиынға сатылған. Бетіңді ашпайсың ба оданша? Ашсаңдар ашып отырыңдаршы мен көрейін. Одан кейін Әке. ашпасам- Кетуші ашып отыр, бәрінің түрін білеміз бір-бірімізді. Сен ашшы өзің түріңді. Сені танымаймыз біз. Ведущийіңде қойып алған ғой анау қоймайтын нәрселер. Мен аштым ғой жаңа. Міне Жанат, жарыққа тұра тұрыңызшы. қағашам. Мен саған жібердім запрос, давай аш түріңді. Мен қоймаймын әкеңді. Дәке, қазір дәке, енді сіз айтасыз да бүйтіп айтасыңдар, дәке бүйтіп айтасың да, енді не істеп отырсыңдар деп. Неге өстіп бір-бірімізге мың тағамыз да, мен саған кәр тисек, сен не істедің деп, сен маған тисек, не істедің деп. Ал енді жаңағы мына қарындасымыз айтып жатыр да, шырылдап ашуланып, не істедің деп. Ол мына отбасың әлбетте, бұны отбасыңды асырау, жеткізу, өзінің апақатың, өзінің несібең бар, дұрыс әлбетте. Бірақ ер азамат болып, еліміз, жеріміз деп еңірейтін, елді қорғайтын, ел үшін құрбан болатын. Біз емеспіз бе, дәке, сен мен ғой, екеуміз ғой. Неге бір-бірімізге мың тағып? Неге тек қана отбасымызды ғана ойлап отыра береміз? Неге ел үшін еңіремейміз? Неге бізге келіп мына жерде келіп мың тағасыз да, ал ел үшін бір істегеніңіз, нәтижеңіз, бір дәрежеңіз бар болса, айтыңыз, көрсетіңіз дәлме. Мен алдыңызда тізерлеп тұрып кешірім сұраймын. Құрмет етемін мен сіздің алдыңызда. Көз жасым шығарып тұрып мен, егер рас елім үшін деп бірдеңе істесеңіз. Достар, мен саған айтайын, дос. Мына жерде отырғандардың біреуі де ел үшін Қазақстаным деп біреу бүйтіп тірлік істеп бір еңбек сіңбеген. Айтатын болсам. Қателесіп қалдым сол. Елге Қазақстанға еңбегін сіңдірмеген. Дәке, қараңыз, осының барлығы демократияны таңдаған Мұхтар Әблязовты, елі үшін қызмет еткен Мұхтар Әблязовты таңдаған соның ізбасарлары, дәке. Мұхтар Әблязов ел үшін 18 жасынан бастап қызмет етіп келіп жатыр. Оңтүстіктің бәрін жарықпен қамтыған Мұхтар Әблязов. Біз соның ізбасарларымыз, сол кісіні көріп, ойымызды түзеп келе жатырмыз. Ол кісі мақұл. Неге қашып жүр ол кісі онда мақұл? Істесе неге қашады? Таза правдивый кісі екен неге қашады? Елден қашып жүр ғой мысалға. Елден қашқан жоқ, елден кетуге мәжбүр болды. Себебі Мұхтар Әблязовты дәл Заманбек құсап, немесе Алтынбек Сәрсенбай аға құсап өлтіретін еді. Мұхтар Әблязовты аман жүргеніне сіз қуаныңыз, түсініңіз бе? Ол елдің болашағын жасайтын жалғыз тұяқ. Түсініңіз ба? Ол ақылды азамат. Жоқ, дәке, мынаны айтыңызшы, мен сізге айтайыншы, Конституциядағы 32-ші бапты білесіз бе? Сұраққа жауап беріңізші. Білем. Қандай айта беріңіз? Білем. Айтсаң енді білсең. Мен айтпай ақ қойыншы, біліп отырсыңдар ғой бәрің. Сен топас білмейсің ғой. Жарайды, алтынны білесің бе? Мен 6, 7, 8-ді оқымаппын. Онда бірді білесің бе? Айтып отырсыңдар ғой, бағаналы бері. Жоқ, бірді білесің бе? Маған сенің айтқаның қызық болып тұр. Білмеймін, айта бер. Білмейсің ба, мұрныңдағы маңқаңды қақта, ақылды азаматтардың арасына келіп, көтке қыстырылған боқ құсамай, маңқаңды тазалап кел. Бар, Конституцияңды ашып оқып кел. Өзіңнің кім екеніңді танып келші бірінші. Данышпанка. Маңқаңды тазала. Сен Конституциядағы өзіңнің кім екеніңді білмейсің. Қазақ жеріндегі кім екеніңді білмейсің. Маңқаңды тазала. Түсінің ба? Сен сол елдің егесісің. Сен ана ата заңдағы өзіңнің гарантыңды білмейсің, құқыңды білмейсің, еще маған әңгіме айтасың ба? Тазала маңқаңды.